Балалар, бүгін бізге ұйымдастырылған ойын әрекеті математика негіздерінен төре түсу тұрамыз, әдемі, ақылды болып. Балалар, шаттық шеңберін жасап, сәлемдесіп алайық. Біз қазақтың баласы, сәлем сөздің анасы, бәйгеге күзетпен үйреніп сәлем береміз. Жарайсыңдар, тамаша. Балалар, айтыңдаршы, қазір жылдың қай мезгілі? Қазір жылдың көктемі. Өте тамаша. Қазір жылдың көктем мезгілі. Көктем мезгілінде неше ай бар? 3 ай бар. Кім атап береді? Кім атап береді? Айта ғой. Наурыз. Сосын? Сәуір, мамыр. Тамаша. Наурыз, сәуір, мамыр. Өте жақсы. Балалар, сендер көктем мезгілі екенін қайдан білдіңдер? Қайдан білеміз? Күн қандай болады? Жылы болады. Сосын? Ағаштар жылжады, құстар ұшып келеді. Ағаштар не істейді екен? Шөп атады. Құстар не істейді? Жылы жақтан ұшып келеді. Өте тамаша. Жарайсыңдар. Балалар, олай болса, орындықтарға отырып, тапсырмаларды көрейік. Үсті тапсырмаға. Балалар, қараңдар. Бүгін бізге балалар. Робот, я? Робот сендерге балалар көптеген тапсырмалар дайындап қойған сияқты. Сәлем балалар, мен роботпын. Маған математикадан тапсырмалар орындаған ұнайды, бірақ бүгін сендердің көмектерің керек болып тұр. Маған көмектесесіңдер ма? Шатасқан сандарды ретімен орналастыр. Шатасқан сандарды? Рахмет сендерге. Келесі екінші. Қараңдар балалар. Робот математиканы өте жақсы көреді екен. Бірақ бүгін оған сендерден көмек керек. Көмектесесіңдер ма? Ал олай болса, ол айтады, мына жерде менің сандарым шатасып кетті дейді. Осы сандарды ретімен дұрыс орналастырып, тура және кері санап беріңдерші дейді. Ал кім шығады? Ерхан шыға қойсын. Айқырамаймыз. Ал Ерхан. Айтып тұрамыз. 2. Сосын 2-ден қандай сан болады? 3. Өзі қойсын. 3. 3. Сосын? Қана, санай қой енді. Қана жақтан тұра қой бұлай. Қана, санай қой. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Өте тамаша. Тамаша. Ал кері санап көрші. 1, 4, 3, 2, 1. Тамаша. Балалар дұрыс санады ма? Сандарды дұрыс қойды ма? Бүгін балалар біз роботпен бірге сандар әлеміне саяхатқа барамыз, Бізге Ерхан 1-ден 5-ке дейін тура және кері санады. Ал енді осы жерде мен сендермен бір ойын ойнағым келіп тұр. Көзімізді жұмамыз. Қазір сендер көздеріңді жұмған кезде мен бір санды жасырып қоям. Қандай сан жоқ екенін айтасыңдар. Ал көзімізді жұмайық. Қаны. Ашпаймыз көзімізді. Ал ашамыз, қараңдар. Олай хормен жауап бермейміз балалар. Мен бір баладан сұрайып, сол бала айтсын, жақсы ма? Келісіп алайық. Ал көзімізді қайтадан жұмайық. Жұмамыз көзімізді. Ал ашамыз. Қазір мен айтам, кім айтатын? Айзия айта қойшы, мына жерде қандай сан жоқ? 2. Айзия. Айша айтты, дұрыс. 2 саны жоқ. Ал тағы бір ойнайық, көзімізді жұмамыз. Ақырғы рет, соңғы рет ойнаймыз. Қан көзімізді жұмамыз, аяғымызды түсіреміз. Жантөле. Жантөле. Қазір мен
мен қай баланың атын атайын, сол бала айтады. Қалғанымыз тыныш қана отырамыз. Ал, Айбар, қандай сан жоқ, қараш? 5. 5, өте тамаша. Міне балалар, 5 санын мен жасырып қойдым. Сендер сандарды жақсы таба білдіңдер. Ретімен дұрыс орналастыра білдіңдер. Ал енді келесі тапсырмасын көрейік. Рахмет сендерге. Келесі екінші тапсырма сандармен сәйкестендір. Сендер де математикалық тапсырмаларды жақсы орындайды екенсіздер. Ал сандармен сәйкестендір дейді. Мына жерде міне сендерге сандар берілген, е? Ал мына жерде асықтар берілген. Асықтарды санаймыз. Неше асық мына жерде? 2. 2 деген санға орналастырамыз. Қаны? Топтық жұмыс бұл. Қаны бірге жасаймыз. Екі баладан аяры сенде көмектес Айшаға. Ал бастаңдар тез-тез. Ал балалар, кім қай топ бірінші болады екен? Аяжан мен Ислам болды. Мына жерде дұрыс па? Қараңдар. Неше мына жерде? 3-еу. Дұрыс емес қой. Мынаған міне 2 былай болады. Қан дұрыстап қойыңдар. Ал қаны дұрыс жасап жатыр. Ерхан мен Аяру. Қаны. Енді қандай сан болған жоқ, қараңдар. Балалар міне Жантөре мен Амина, Серғазы Амина бірінші болды. Қараңдар. Қарайық балалар. Міне қараңдар. Міне бір санына олар неше асық қойды? 1 асық. Мынау қандай сан? 2. Қан неше асық? 2 асық. Мынау қандай сан? 3. Неше асық қойды? 3 асық. Қандай асық қойды 3-те? Қандай? Түсі қандай асықтың? Сары. Мынау қандай сан? Қандай сан? 4. Неше асық қойды? 4. Мынау? 5. Өте тамаша. Жарайсыңдар. Екінші тапсырмасын жақсы орындадыңдар. Ал олар болса, келесі роботтың тапсырмасын көрейік. Қана әкеліңдер маған. Балалар, енді роботтың 3-ші тапсырмасын көрейік. Рахмет сендерге. Олай болса кішкене секіріп демалып алайық. Бізге сергіп демалып Өте тамаша, жарайсыңдар. Ал, орнымыздан. Kız, şaş, kulak, havuz, alın ballar, bire, 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 kol, ayak, bel, ayak. Өте тамаша, жарайсыңдар. Келесі 3-ші тапсырма ас көп. Үстің жолаққа 5 ойды, астың жолаққа 3 асықты қойып көрде. Сана қайсысы көп, қайсысы аз екен санапай. Мәне балалар, сендерден андай жолақшалар беріледі. Үстіңгі жолға жана не деді сендерге? Робот. 5 ойын қоямыз. 1, 2, 3, 4, 5. Е? Одан кейін астыңғы жолға 3 асық қоямыз. 1, 2, міне 3. Осылай қойып шығамыз. Жақсы ма? Ал. Тапсырманы мұқият жақсылап орындаймыз балалар. Шатасып кетпейміз. Ал орындай беріңдер, бастап. Қане, жасаймыз. Үстіңгі жолаққа 5 қоямыз. Оюдан 5. Тез-тезден. Санап отырып қоямыз. 1 деп. Айба, қояқ. Тез-тезден. Үстіне.
бесеу қоямыз. Қараймыз балалар. Міне мен сендерге мынандай қағаздар бердім, иә? Бұнда жұлдыз құрт бейнеленген. Енді мына жерде сандар бар. Қан санайықшы, нешеге шейін сандар? 5. Мына жұлдыз құрттың ислам қараймыз. Мына жұлдыз құрттың неше шеңбері бар мына жерде? Біреу. Ол жұлдыз құрт қандай? Түсі қандай? Сары. Оған бірақ мынандай шеңбер ермек саздарын жапсырамыз. Иә? Міне. Міне көрдіңдер ме? Екінші қандай түсті жұлдыз құрт? Көк. Мына жерге 2 көк түсті ермек саз жапсырамыз. Ал қаны кім тез орындайды екен? Ал тезден әкелдірейік. Жапсыра беріңдер. Бәрін бір түске қарамай жапсыра беріңдер. Жапсыра беріңдер. Бәрін бір түске қарамай жапсыра беріңдер. Үстелге жақпаймыз. Ал жапсырамыз. Тез. Қаны? Үш папа. Дұрыс. Екінші көкті жасаймыз. Көктемгі көжі. Қанына 2 көкі. Дұрыс. Қан тиіспе, дұрыс жасадың. Дұрыс. Қолмен шымшып бөліп ала береміз былай. Міне. Шымшып бөліп аламыз. Жапсырыңдар, ай. Жапсырамыз. Жапсырайық. Одан кейін қандай түс? Жасыл түс. Жасыл шеңбер жасаймыз. Қаны тез-тезден балалар. Кім бірінші болады екен? Қаны көрейік. Дұрыс. Ал жапсырып атсыңдар ма? Ал. Бірінші жұлдыз құрт қандай түсті? Мен болдым. Балалар, қандай түсті бірінші жұлдыз құрт? Түсі қандай бірінші тұрған жұлдыз құрттың? Аяжан, бірінші тұрған жұлдыз құрттың түсі қандай? Аяғы сен келесін жапсыр. Мен болдым. Енді 5. Сол болды. Тамаша. Қызыл жұлдыз құрт нешеу? Нешеу? 3 па? 4 қой. Балалар. Балалар, сендерге үлкен рахмет. Білімге құштар балалар екендеріңді көрсеттіңдер. Мен бірінші қорытындылап алайыз қаны. Балалар, сендерге роботтың тапсырмалары ұнады ма? Не істедік біз? Бірден нешеге шейін санадық? 5-ке дейін. Тура және кері қарай санадық. Өте тамаша. Одан кейін не санадық? Роботқа не істедік біз? Сандарды сәйкестендірдік. Сосын асықпен тағы неменен санадық келесі тапсырмада? Асық көп па, ою көп па дедік, е? Қайсы көп болды бізде? Ою көп болды. Ал енді көрейік бізге робот не дейді екен. Балалар, сендерге үлкен рахмет. Білімге құштар балалар екендеріңді көрсеттіңдер. Бүгінгі ойын әрекет ұнаса бұлбұлғап күлімсіреңдер, ұнамаса қабақтарыңды түйіңдер. Жақсы сау болыңдар, ботақандар. Қаны балалар, робот сендерге айтады, егер де сендерге бүгінгі ойын әрекеті ұнаса, қолдарыңды көтеріп, күлімдерді, екі қолдарыңды көтеріп. А егер ұнамаса, қабақтарыңды түйіп отырыңдар. Қаны бәріміз орнымыздан тұрайық. Қаны, тұрамыз. Бүгінгі ойын әрекеті ұнады ма сендерге? Қалай көрсетеміз? Қаны? Жансүйек, саған ұнамады ма? Ұнады ма? Жақсы, рахмет, сау болыңдар.